Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көне түркі жазбалары және қазақ жазуы. Мәтіннің стилін анықтау. Суретке назар аударыңыздар. Суретте не бейнеленген? Бұл қандай жазу, қандай таңбалар? Жарайсыздар, дұрыс айтасыздар. Көне түркі жазбаларымен біз сонау төменгі сыныптардан бастап таныспыз. Ал қандай жазу жазылған деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бұл ең алғашқы оқылған сөздер. Олар түркі және тәңірі сөзі болатын. Олай болса сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану. Сабақтың мақсаты стиль түрлерін публицистикалық және ғылыми стильді ажыратып талдау. Оқушылар стильдерді есімізге түсірейік. Жалпы стильдер жазбаша және ауызша стильдер деп бөлінетін еді. Жазба стильдің 4 түрі бар. Олар публицистикалық стиль, ғылыми стиль, көркем әдебиет стилі және де қандай стиль еді? Есімізге түсірейік. Дұрыс айтасыздар. Іс-қағаздар стилі болып бөлінетін еді. Публицистикалық және ғылыми стильдің ерекшеліктерін қазір сабақ барысында тоқталатын боламыз. Құпия таңбалар кілті ғылым жаңалығы деген тіркесті қалай түсінеміз? Сабаққа кіріспе ретінде осы сұраққа жауап беріп көрейікші. Құпия таңбалар кілті деп нені айтып тұр? Яғни құпия таңбалардың естелуі, оқылуы ғылым жаңалығы болды. Бүкіл әлем ғалымдарының арасында таңданыс тудырған үлкен жаңалық болатын. Осы жазудың оқылып танылғаннан кейін барып, оның түркілердің жазу екенін түсініп ғалымдар мойындаған. Олай болса сабағымызға кірісейік. Бірінші тапсырма: мәтіндерді түсініп оқып, тапсырмаларды орындаңдар. Бізге 3 түрлі мәтін берілген. Сол 3 мәтінді оқып, қазір ерекшеліктерін анықтап, олардың стилін анықтауымыз қажет. Ол үшін біз ғылыми стиль мен публицистикалық стильді есімізге түсірейік. Ғылыми стильде сөздер тек өзінің негізгі мағынасында жұмсалады. Көп мағыналы образды сөздер мұнда аз кездеседі. Ғылым салаларының ерекшеліктеріне қарай әр саланың арнайы термин сөздері болады. Яғни ғылыми стильдің тілдік ерекшеліктері мынада. Онда сөздер тек тура мағынасында қолданылады және көп мағыналы образды сөздер болмайды. Және ғылым салаларының ерекшелігіне байланысты термин сөздер жиі кездеседі. Біз осыдан ақ оның ғылыми стиль екенін анықтауымызға болады. Ал публицистикалық стильге радио, телехабарлар, газет, журналдар тілі жатады. Қоғамдық саяси мәселелер қарастырылады. Көпшілік халыққа түсінікті болады. Публицистикалық стильде халықты үндеу және оларға жаңа ақпаратты таныстыру мақсаты көзделеді. Олай болса мәтіндермен танысайық. Мәтіндерді оқып отырып, осы кестені толтыруымыз қажет. Кестеде бірінші бағанда мәтінді салыстырып оқыңдар. Екінші, тілдік құралдары арқылы қай мәтіннің публицистикалық, қайсының ғылыми стильде жазылған ажыратыңдар. Және үшінші, мәтінді ретімен орналастырып жүйелеп оқыңдар. Бірінші мәтін: 19 ғасырдың аяғына таман көптеген шығыстанушы ғалымдар Орхон жазуының сырын ашуға талпынады. Өйткені соңғы 2 ғасыр бойы бұл жұмбақтың шешімі табылмай келген еді. Дания ғалымы Вильгельм Томсон бұл іске білек сыбана кіріседі. Ғалым бұған 4 жыл өмірін сарп етеді. Ақырында бұл жазудың фонетикалық заңдылығын ашады. Содан кейін ол құлпытастың жазу жолдарын оңнан солға, солдан оңға қарай оқып, біраз басын қатырады. Ақырында бірінші жолдың басындағы жазуды оңнан солға қарай ежіктей отырып, алғашқы 4 әріптен тәңірі деген сөзді шығарады. Бұл тәңірі деген сөз еді.
Ал одан кейінгі әріптерге зер салып түркі деген сөзді оқыды. Сол-ақ екен, Вильгельм Томсон қуанғанынан қолын шапалақтап орнынан атып тұрды. Таптым, таптым деп айғайлайды ғалым. Бұл 1893 жылғы қарашаның 25 еді. Ол шынында да жұмбақ жазу сырын тапты. Бір емес, екі сөзді оқыды. Ендігісі пәлендей қиын емес еді. Сонымен 2 ғасыр бойы сырын бүгіп келген таңбалар көне түркі жазуы болып шықты. Сонда ең алғашқы оқылған жазу қандай сөз екен? Дұрыс айтасыздар, тәңірі деген сөз екен. Бұнда Т, Ң, Г, Р деген дауыссыз дыбыстар орналасқан екен. Томсон осы дыбыстардың тұру ерекшеліктерін жиі кездесуін бақылай отырып, қарай отырып, фонетикалық заңдылығын ашқан. Мысалы, қазақ деген сөзді алып қарайтын болсақ, 2 Қ бар, 2 А бар, осы секілді дыбысталуы, жазылуы ұқсас дыбыстардың жиі қайталануына қарап, Вильгельм Томсон осы жазуды ең алғашқы рет ойлап, оқу жолын ең алғашқы рет тапқан екен. Екінші мәтін: Сібір және Моңғолия далаларына таралған жұмбақ жазулардың бар екендігі туралы ғылыми орта ертеден ақ білетін еді. Оларды руна жазулары, яғни Скандинавия тілдерінен аударғанда құпия сыры ашылмаған таңбалар деп атайды. Алғашқыда бұл жазуларды көне угар тайпаларының мұрасы деп қате болжам жасаған еді. Ресей ғылым академиясының арнайы ұйымдастырған экспедициясы Минусинск ойпатында іздестіру жұмыстарын жүргізіп, 1721-1722 жылдар аралығында көптеген материалдар жинақтады. 1889 жылы Ядринцев Моңғолия даласынан көне жазулардың толық сақталған және көлемді үлгілерін ғылыми ортаға әкелді. Енді бұл жазуларға қарап, оның дыбыстық құрылысы мен грамматикалық табиғаты жөнінде қорытынды жасауға болатын еді. Википедия сайтынан алынған. Үшінші мәтін: келесі жылы-ақ Вильгельм Томсон архон жазуларының оқылуын және аудармаларын жасады. 1895 жылы енсе жазуларының да оқылуы мен аудармалары жарыққа шықты. Алғашқыда орыс ғалымдары зерттесе, 20 ғасырда түркі, татар, өзбек, түрік, қазақ, Әзербайжан ғалымдары қосылды. Бұл жазулардың жалпы көлемі ұзақ. Қазіргі өлшеммен алғанда орта көлемдегі кітапты құрайды. Көптеген тарихи және мәдени, географиялық, саяси деректер бар. Сол кездегі халықтың өмірінен, таным түсінігінен, дүниетанымы мен салт дәстүрінен хабар береді. Барлық мәтіндер не туралы екен? Дұрыс айтасыздар, көне түркі жазуының алғашқы табылуы және оқылуы. Мәтіндерді хронологиялық ретімен орналастыратын болсақ, ең біріншісі қайсысын айтуға болады? Қай мәтінді қоюға болады? Дұрыс айтасыздар, екінші мәтінді қоюға болады, өйткені бұнда 1721 жылғы іздестірулер, зерттеулерден басталады. Ал одан кейін бірінші мәтінді қоямыз, өйткені бұл Вильгельм Томсонның жазуды алғаш рет оқуы болатын. Ал үшінші кезекке бүгінгі 20 ғасырдағы түркі жазуының зерттелуі аталып өткен болатын. Ал енді осы мәтіндерді салыстыратын болсақ, бірінші ғылыми стильде жазылған мәтінді анықтайық. Ғылыми стильде жазылған мәтінде міндетті түрде сөздер тура мағынасында қолданылу қажет, және образды көп мағыналы сөздер болмау қажет, және міндетті түрде ғылыми терминдер кездесу керек. Ал қай мәтінде осы аталған жағдайлар кездеседі? Талдап көрейік. Дұрыс айтасыздар, екінші мәтінде, өйткені екінші мәтінде тура мағынасында қолданылған, ал ауыспалы мағынадағы сөздер тырнақшаның ішінде жазылған. Байқасаңыздар, құпия сыр ашылмаған таңбалар деп ғалымдардың атап кеткенін тырнақша арқылы мысалға келтіріп отыр. Термин сөздер деп қай сөздерді алуға болады? Міне байқасаңыздар, дыбыстық құрылысы, грамматикалық табиғаты. Бұл қай ғылым саласының терминдері?
Кімдер бұны зерттеп жатқан? Жазуларды зерттейтін қай ғылым? Дұрыс айтасыздар, қазақ тілі тіл білімінің терминдері кездеседі. Және осы жерде тек нақты ақпараттар беруге тырысқан. Және де ғылыми орта деген осындай кілтті сөздер бар. Содан ақ біз оның ғылыми стильге жататынын анықтауымызға болады. Ал публицистикалық стильге жататын болса, онда оның ерекшелігі қандай екен? Қоғамдық саяси мәселелер қарастырылады және көпшілік халыққа түсіндіру, үндеу, шақыру мақсатында қолданылады екен, және көркем әдебиет стиліне ұқсас болып келеді. Өйткені онда түсіндіру бірінші орынға қойылады. Дұрыс айтасыздар, бірінші мәтініміз публицистикалық стильге жатады. Өйткені бұнда барынша түсіндіруге тырысқан және баға берген. Байқасаңыздар, міне соңғы апта Мырзабек Дүйсеновтің соңғы абзацында осы жұмбақ жазудың ашылуына өзіндік баға берген, өз пікірін білдірген, яғни бұл публицистикалық стильге жатады. Және соңғы үшінші мәтінімізде публицистикалық стильге жатады, өйткені бұнда түсіндіруге, қоғамдық саяси мәселелердің көтерілуіне басты маңызды қойған екен. Келесі бүгінгі тілдік бағдар бас әріппен жазылатын біріккен жалқы есімдер. Жалпы қазақ тілінен сіздер білесіздер, зат есімдер, жалпы есімдер, жалқы есімдер деп бөлінеді. Жалпы есімдер дегеніміз барлық заттың атауы болса, жалқы есімдер дегеніміз не еді? Дұрыс айтасыздар, жалқы есімдер кісі аттары, жер су атаулары, олар міндетті түрде бас әріппен жазылатын еді. Осы ережемен танысып алыңыздар. Және осыған байланысты екінші тапсырма, екі түрлі тапсырма бар. Оқылу мәтіндегі бас әріппен жазылған сөздерді теріп жазып, бас әріптің қолданылу себебін түсіндіріңіздер. Мысалы, Вильгельм Томсон деген ғалымның есімі бар, бас әріппен жазылған. Оның бас әріппен жазылу себебі ол неге жатады? Дұрыс айтасыздар, ол жалқы есім, оның ішінде кісі есімі. Дәл осы үлгімен екінші тапсырманы орындаймыз. Және бас әріппен жазылатын біріккен жалқы есімдердің әр түріне 5-6 мысалдан келтіріңіздер. Мына ережеде көрсетілген мысалдарға ұқсас тұрып, өздеріңіз білетін 5-6 мысалды жазыңыздар. Ары қарай 5-ші тапсырма инсерт әдісі бойынша кестені толтырайық. Бірінші бағанға мен бұрыннан білетін ақпаратыңыз жазыңыз. Екінші бағанға жаңа ақпарат, бүгінгі сабақта қандай жаңа ақпарат алдыңыздар, соны жазыңыздар. Үшінші бағанға менің ойлағаныма қайшы деген бағанға өздеріңіз күтпеген ақпаратты таңғалдыратын немесе келіспейтін ақпараттарыңыз жазсаңыздар болады. Және төртінші бағанға тағы да не білгіңіз келеді, соны жазыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.